Көпшілік пайғамбарымыздың Алланың иелігімен сәлем болсын, балалары және олардың есімдері және сол есімдердің мағыналарымен қатар қанша жаста қайтыс болғанын білгісі келеді. Пайғамбарымыз Алланың иелігімен сәлем болсын, балаларына жақсы, мағыналы, көркем есімдерді таңдай білген. Сондықтан біз де перзенттерімізге жақсы есімдерді таңдай білуіміз әкелік борышымыз екен. Пайғамбарымыздың Алланың иелігімен сәлем болсын, бірінші перзенті ол Қасым. 17 айда қайтыс болды. Мағынасы бөлуші, бөліп беруші және келбетті мағынасында. Арабтың қосылма сөзі хасуна мағынасымен бірдей екен. Екінші перзентіне келер болсақ, ол қызы Зейнеп. 31 жасында қайтыс болды. Мағынасы қош иісті ағаш деген мағынаға жақын екен. Үшінші перзенті қызы Руқия, яғни Руқия. 22 жасында қайтыс болды. Мағынасы жоғарылау, дәрежесі атақ абыройы көтерілу дегенге саяды. Төртінші қызы Умму Күлсім. Ол 28 жасында қайтыс болды. Мағынасы сохибул ваджхи вал худдайнил мумталиайн, яғни жүзі толы, қазақша айтқанда жүзі айдай дегенге жақын. Бесінші қызы Фатима. 29 жасында қайтыс болды. Мағынасы жас баланы сүттен айыру деген. Яғни қыз балам бой жетіп, тұрмысқа шығып, ана болып, кейін баласын сүттен шығарсын деп жақсы ырыммен қойған екен. Алтыншы ұлы Абдулла. 1 жасқа жақындағанда дүниеден өткен. Мағынасы Алланың құлы. Ал ең соңғы 7-ші перзенті ұлы Ибрахим. Шамамен 18 айында дүниеден озды. Жалпы Ибрахим атауы барлық діндер үшін құрметті десек болады. Ибрахим сөзінің мағынасы иврит тілінде барша халықтың атасы дейілсе, арами тілінде мейірімді әке деген мағынаға саяды. Демек, пайғамбарымыз Алланың иелігімен сәлем болсын, 3 ұл, 4 қыздың мейірімді әрі жан ашыр әкесі бола білді.